қайтыс болған кезінде оның рухын періштелер аспанға алып көтереді деп хадистерде келеді. Бірінші аспан есігін қағады, бұл кім деп айтады деген сияқты. Кейіннен анау жерге көмгеннен кейін адамдар 40 қадам аттап кеткеннен кейін дейді, қайтадан Аллах Тағала бұйырып, ана рухын қайтадан денесіне қайтарады қабірге. Сол кезінде ол сондай бір тіршілік пайда болады ода. Андай не өлі емес, не тірі емес, ұйқылы-ояу секілді. Сұраққа жауап бере алатындай. Сол кезінде Мүнкар Накир келіп, сондай түрлер қорқынышты, көгеріп кеткен сияқты, сондай қап-қарама сондай қорқынышты түрде келгенде, адам тілі байланып, не айтарын білмей, қорқып қалады. Сол кезінде Раббың кім деп сұрайды дейді. Жауап бере алса, жақсы, жауап бере алмайтындар болады. Сосын пайғамбарың кім? Сосын дінің қайсысы деп сұрайды. Осы 3 сұрақ. Мұсылмандар екіге бөлінеді дейді да. Жауап бере алатыны бар, жауап бере алмайтыны бар. Бұл дүниеден мұсылманмын деп жүр, бірақ намаз оқымай жүрген болса, Раббысын кім екенін танымай жүрген болса, ол жауап бере алмайды да. Сосын жауап бергендерді дейді. Жауап бергендерге болды, енді сен Раббыңның саған берген нығметі саған ұйықта енді дейді екен. Сосын қабірі 60 білекке кеңейтіледі дейді. Қайсы қабір? Құм ба? Құм кеңейтілсе түсіп кетеді еді. Құм сол күйінде тұрады қазған. Рухани әлемнің қабірін айтып жатыр. Кеңейеді, қабірі нұрланады. Ол сондай тәтті ұйқыға кетеді, ешқандай түс көру, ана бір түс көріп мазастана берсең, түн ұйқын 4-ке бөлініп бычыт болады ғой. Шаршап келіп ұйықтаған кезінде көзін жұмасың, қайтып ашасың. Қазір ғана жұмған сияқтысың, бірақ 5-6 сағат өтіп кеткен. Тәтті ұйқы деген қалай өтіп кеткен байқамай қалды. Сөйтіп қиямет күні оларды тұрыңдар деп қабірден тұрғызған кезінде қанша жаттың өрсе, білмейміз, қазір ғана жатқан сияқты едік қой дейді екен. Қанша жыл өтіп кеткен білмей қалады екен тәтті ұйқы деген. Ал жауап бере алмаған адамдарға періштелер балға деп келеді. Қандай балға? Ол рухани әлем балғасы. Мына құлақ шекеден ұрған кезінде ол адам сол қиямет қайта тірілуге дейін сол азапта болады. Оның шыңғырғанын сақалайыннан басқасын бәрі естиді деді. Сақалайын деген намазға, қажылық, оразаға бұйырылған адам мен жындардан басқасын бәрі естиді, хайуандар. Ол шыңғырғаны дейді, өте қатты болады дейді. Сөйтіп қияметке дейін азапталып жатады дейді қабірде. Түсінікті ғой, сосын тағы бір аяттарда келеді. Ертелі кеш оларға жәннат тозақ көрсетіліп тұрады деген. Ол сонда ұйқының арасында көрсетіле ме? Азап болып жатса қалай көрсетіледі? Ақылға сала алмаймыз. Аллах Тағала айтса иман келтіреміз, қалай екеніне кіре алмаймыз. Сөйтсе осы сабақты өтіп жатсақ, Ризабек айтады да, бәсе бұрын анау ат дейді, жылқылар үйде кіші дәрет жібермей қалады ғой, ауырады ғой, суық тиіп, мысалы неге жатады, ылғал жерге жатады. Сонда әкеміз айтатын дейді, қабірді барып 2 рет айналдырып келіңдер деп. Жылқыны барып мұсылмандардың қабірін айналдырып 2-ші рет па келген кезінде көзі бүйтіп жібереді дейді, шаптырып. Ана нені естиді екен дейді. Қорыққаннан дейді да сонда. Үй анау шөбек келе жатқанда да қабірдің жанынан өткенде құлағы бүйтіп дір-дір етіп қорқып өтеді дейді да. Сөйтсек біз естімейтін нәрсені ол естиді екен дейді, қабірде азап болып жатыр.